Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, құрметті оқушылар. Қалдарыңыз қалай? Сәлеметсіздер ме? Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Дайынсыздар ма? Бүгінгі сабаққа дәптер шкаларыңыз дайын ба? Ондай болса, бүгінгі біздің тақырыбымыз көрсеткіштік теңсіздіктер екен. Көрсеткіштік теңсіздіктер деген тақырыпты бүгін талқылаймыз. Енді бұл тақырып өте жиі келеді ұбт-да, ент есептерінде. Көп оқушылар үшін қиындық туғызуы мүмкін, бірақ оңай есептері де бар, оларды көбісі шығара алады. Бірақ сол шығару барысында да көп оқушылардың жіберетін бір болмайтын қателері бар. Сол қателер туралы да біраз сөйлесеміз. Енді қараңыздар, біріншіден мына нәрселерді жазып қайталап алайық. Көрсеткіштік теңсіздік дегеніміз ол дәреженің қасиеттеріне байланысты есептер. Бізге көрсеткіштік теңсіздіктерді шығару үшін мынандай қасиеттерді білу керек. Дәреженің қасиеттерін. Екі сан көбейтілсе, бірдей сан, екі бірдей сан көбейтілсе, онда оның дәрежелері қосылады деген бізде қасиет бар. N қосылған M. Одан кейін қандай қасиет білуіміз керек? Екі сан, то есть бір сан, екеуі де бірдей. Егер бөлінсе, онда олардың дәрежелері азайтылады деген қасиет бар. Яғни N минус M болады. Тағы да қандай дәреженің қасиеттері бар? Дәрежені дәрежеге шығарған кезде, яғни N деген дәрежені тағы да үстінен дәрежеге шығаратын болсақ, онда бұл дәреже, екі дәреже бір-біріне көбейтіледі, яғни N көбейтілген M деген сияқты. Одан кейін бізде мынандай қасиет бар. Түбір астының, яғни дәреже, саны A, N болсын, мына жер M болсын. Мысалға, мына түбір астының дәрежесі, мына түбір асты дегеннің белгісінің дәрежесі, мына жерде M деген дәреже. Ол нені білдіреді? Ол мына N-ді бөлу дегенді білдіреді. Яғни керісінше де, мынайынан жазылса, онда біз былайынан жазамыз деген сияқты. Оны осы нәрселерді түсінуіміз керек. Бөлінген M, ол түбір астының дәрежесін білдіреді. Содан кейін тағы қандай нәрсе? Кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең деген сияқты қасиетті білуіміз керек. Оны барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Одан кейінгі білу қажет қасиеттердің бірі, мысалға, сандар, мысалға 1 бөлінген A-ның N дәрежесі болатын болса, егер осы санды A деген санды жоғарыға көтерсек, онда не болады? Минус N болады. Яғни мына дәреженің алдына минус келеді. Егер минус болса, плюс болады деген сияқты. Яғни осындай дәреженің біз негізгі деген қасиеттерін білуіміз керек. Мұнда есептерді шығару кезінде. Яғни осы қасиеттерді білсек, есептерді біз қолданамыз, ары қарай бізге шығару қиындық туғызбайды деген сөз. Екі сандарды көбейту дәрежесі қосылады. Бір санды дәрежесі бөлінсе, дәрежесі азайтылады. Дәрежесі көбейтіледі. Түбір астының қасиеті, кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең. Және санды орнын ауыстырған кезде ол минус дәреже болып кетеді деген сияқты. Енді ол қандай нәрселер? Мысалға, қараңыздар. Мынандай бір қасиеттері, мысалға 3-тен 5-тің квадраты десек, ол түсінікті, ол 25-тен 9. Енді 3-тен 5 болсын, осының минус 2 дәрежесі десе, минус деген сөз, мына екі санның орнын ауыстыру деген сөз. Минустың қасиеті, минус дәреже деген минустың қасиеті. Яғни ол 5 төменге, 3 жоғарыға кетеді деген сөз. Минустың қызметі осы. Ал квадрат деген ол түсінікті, ол 25 бөлінген
49. Иә, міне осындай сияқты қасиеттерді бізге шығару барысында білу қажет деген сөз. Енді біз қазір қарапайым түрлерінен бастаймыз. Бірінші мысал, көрсеткіштік теңсіздік. Өте оңайынан бастай берейік. Ол қандай есеп? 2-ның x дәрежесі кіші немесе тең 8-ден деген есеп. Енді бұндай есептердің барлығында мағына бір. Ол мағына қандай? Екі жақты бірдей сан қылып жазу. Біз көбіне қандай? Ең кішкентайына келтіреміз. 2 ма? Сол 2-ге келтіруіміз керек. Ол не деген сөз? Ол 2-ның x дәрежесі 8-ді біз 2-ның кубы деп жазуымыз керек. Яғни екеуі де бір сан дәрежесі деп беріледі көп барлық есептерде. Сонда не істейді? Мына 2 мен 2 енді былайынан қысқарып кетеді. Осы кезде бір маңызды мәселе, егер мынау қысқарып жатқан сан бірден үлкен болса, мына қараңыздар, бірден үлкен болса, мына қасиет, онда мына не таңба өзгермейді. Осыны есте сақтау керек. Бірден үлкен болса, таңба өзгермейді. 2 деген бірден үлкен сан, сонда таңба өзгермейді. Сонда не шығады бізден? X кіші немесе тең 3-ден деген теңсіздік шығады екен. Енді бұл бірден шығып тұр, өте оңай. Сандар өсен салатын болсақ, ол 3-ті белгілейміз. Кіші деген сөз, сол жақта боя деген сөз. Сонда есептің жауабы не болады? Минус шексіздіктен 3-ке дейін тік жақша. Өте қарапайым мысалдан бастадым. Ары қарай бұл жерде енді ешкімде сұрақ жоқ деп ойлаймын. Мысалға, келесі мысалда бізде есептің берілгені былай дейді. 3-тен 1-дің x дәрежесі үлкен немесе тең 27-ден 1 деген есеп екен. Енді бұл есепті әртүрлі әдіспен шығаруға болады. Кімге қалай ыңғайлы? Мысалға, біреулер былай істеуі мүмкін. 3-ті жоғары көтеріп, x-ның алдына минус қою мүмкін. Негізінде дұрысырақ болады. Мына x-ті осындай плюс қылып қалдырған. Мысалы, мен не істеймін? Біз көріп тұрмыз, мына 3-тен 1, 27-ден 1 деген сан, 3-тен 1-дің несі? Кубы екенін көру қиын емес. Мына 27-ден 1 деген ол 3-тен 1 деген санның 3 дәрежесі. Міне. Енді не істейміз? Міне 3-тен 1 мен 3-тен 1 бірдей болды. Енді бізге не істеу керек? Ол 3-тен 1 деген нәрсені қысқарып жіберу керек. Енді осы жерде маңызды, өте маңызды оқушылардың көп қателесетін, немесе ұмытып кететін нәрсесі, егер мына а деген сан бірден кіші, енді ол 0-ден кіші болып кете алмайды, енді былайынан жазылады. Егер а деген сан бірден кіші болатын болса, мына 3-тен 1 деген бірден кіші ғой, мына таңба не істейді? Өзгереді. Міне осы нәрсені көбісі ұмытып кетіп жатады. X кіші болып кетеді, неден? 3-тен. Сонда есептің жауабы дәл мынандай болып тұр, міне x кіші немесе 3-тен, x кіші немесе 3-тен. Яғни есептің жауабы дәл жоғарыдағы есептің жауабымен не болып қалды? Бірдей болып қалды. Минус шексіздіктен 3-ке дейін. Міне бұл екінші мысал еді. Ары қарай жүремін келесі мысалға. Мысалға былайынан есеп беріліп бізге. 49-дан 1-дің минус x бөлінген 2 дәрежесі кіші немесе тең 7-ден. Бұл есепті де кімге қалай ыңғайлы солай шығарады. Мысалға қалай шығаруға болады? Мына 7 дегенді 49-дан 1-ге қосатып 7-ден 1 деп жазуға болады. Немесе керісінше, мына 49-дан 1-ді 49 деп жазуға болады. Қалай ыңғайлы кімге солай шығаруға болады. Енді мен не істеймін? Мен 49-ды жоғарыға көтеремін, орын ауыстырамын. Сонда қалай болады? 49 жоғарыға көтерген кезде мына алдындағы таңба өзгереді. Яғни минус болса, ол не болып кетеді? Плюс деп өзгереді. 49-ның x бөлінген 2 дәрежесі кіші немесе тең 7-ден. Енді мен түсініп тұрмын, ең кішкентай 7 деген дәреже ғой. Осы 7 деген санға екі жақты келтіремін. Ол не деген сөз? 49-ды мен қалай жазамын? 7-ның квадраты, 49 дегенбіз. 7-ның квадраты көбейтілген, мына тұрған қайтадан x бөлінген 2-ні жазып қоямыз. Мына жерде түсінікті 2 мен 2 қысқарады. Сонда бізде не қалды? 7-ның x дәрежесі кіші немесе тең 7-ден қалды.
Енді осыны не істейміз? 7 деген ол 1 дәреже. 7 мен 7 қысқарды. 7 деген 1-ден үлкен сан. Сондықтан мына жерде менде таңба өзгермейді екен. Сонда x кіші немесе тең болады 1-ден. Ол не деген сөз? Есептің жауабы минус шексіздіктен 1-ге дейін тік жақша деген сөз. Түсінікті шығар, иә? Түсінікті болып түсініп отырсаңыздар, плюсті қойып отырсаңыздар болды, мен қарап отырамын. Енді тағы да мысалдар келтірейін. Осыған байланысты. Мынандай есеп беріпті, мысалы, қазір мына жерден қарайық. 0,125 тың x минус 4 дәрежесі кіші немесе тең 16-дан 1. X дәрежесі. Мынандай есеп берілген. Енді көбі оқушылар енді дәрежені немесе санды білмейді, хабар жоқ оқушылар мына екеуінің бір-біріне қандай қатысы бар деп ойлап қалулары мүмкін. Әрине бұл екі санның бір-біріне тікелей қатысы бар. 0,125 деген ол 100-25 деп жазған кезде екеуі қысқарады не? Ол 4-тен 1 деген сан мынау бізде. Ол 4-тен 1 деген сан. 4-тен 1-дің x минус 4 дәрежесі. Кіші немесе тең. Біз бірден мына жерден байқадық. 16-тан 1 деген ол 4-тен 1-дің квадраты екен. Ал мына x осыған қасына кеп көбейтіле салады. Ары қарай, енді екі жақ бірдей болды. 4-тен 1, 4-тен 1 деген бірдей сан шықты. Ол қысқарады. Осы жерден нені ұмытпаймыз? Таңбаның өзгеретінін. Өйткені ол 4-тен 1 бірден кіші сан. Сонда есеп біз ары қарай былайына жалғастыра дейміз. X минус 4 үлкен немесе тең болып өзгереді 2x-тен. Енді мен істеймін. Мына x-ті мынаның қасына жібере саламын былайынан. Сол кезде мынау таңбасы оң плюс x болып қала салады. Сонымен есептің жауабы мына x кіші минус 4-тен. Ол не деген сөз? Есептің жауабымыз былайынан жаза салайық бірден. Минус шексіздіктен минус 4-ке дейін деген білдіреді. Осындай есеп екен. Көрсеткіштік теңсіздіктер, яғни осындай дәреженің қасиеттеріне байланысты беріледі екен. Келесі тағы бір мысал көрейік. 5-ші мысалды көрейік. Ол қандай есеп? Былай дейді. 8-дің 2x минус 1 бөлінген 3 дәрежесі кіші 4-дің x плюс 3 бөлінген 2 дәрежесі деген есеп беріліп жатыр. Біз қарап тұрмыз, екі жақта кімнің дәрежелері? 2 деген санның дәрежелері. Сондықтан біз екеуінде қазір 2-нің дәрежелері ретінде жазып тастаймыз. 8 деген 2-нің кубы және мына нәрселерді қайтадан естеміз, жазып қойымыз керек қасына. 2x минус 1 бөлінген 3-ті көбейту деп ретінде жазып қойымыз. Кіші 4 деген 2-нің квадраты. Мынаны қайтадан жазып қойымыз керек, яғни x плюс 3 бөлінген 2-ні. Енді мына жерде байқасаңыздар 3 пен 3-ті, 2 мен 2-ні бізде не істеуге? Қысқартып жіберуге болады деген сөз. Одан кейін не қалып жатыр? Екі жақта да 2 деген бірдей сан шықты. Яғни бізге керегі де болса 2 мен 2 қысқарды. Таңба өзгермейді, өйткені 2 деген бірден үлкен сан. Сонда не қалады? 2x минус 1 қалады мына жақта. Таңба өзгермеді. Мына жерден x плюс 3 деген өрнек қалады. Ары қарай 2x-ті, яғни 2x менде көбірек, сондықтан x-ті соның қасына алып келсем, минус болып келеді де, x болады мына жерде. Минус 1 мына жаққа плюс 1 өткен кезде плюс 4 болады. Сонымен x кіші 4-тен. Ол не деген сөз? Есептің жауабы минус шексіздіктен 4-ке дейін жай жақша. Келесі есеп, тағы бір мысал көрсетем, одан кейін біз кішкене күрделі деген түрлеріне көшуді бастаймыз. 6-шы есеп. 0,175 1 минус x дәрежесі кіші косинус пи бөлінген 6 дейді. Косинус пи бөлінген 6. Енді бір оқушылар косинусты, синусты көрген кезде көбіне
ми қыртысынан сигнал келеді, болды қоя сал деген сияқты. Ешқандай да қиыны жоқ. Біз тек қана нені білуіміз керек? Косинустың пи бөлінген алттағы мәнін білеміз. Ол қанша? Ол түбір асты 3 бөлінген 2. Яғни мынау бізде түбір асты 3 бөлінген 2 деген санға тең. Болды, соны ала саламыз. Яғни бұл косинустерді не үшін беріп жатыр? Мына есепті түрін кішкене қиындау көрсету үшін. Яғни оқушыларға кішкене психологиялық бір қиын болып көрінсін деген сияқты ғой. Әйтпесе мынаны да жаза салуға болады, түбір асты бөлінген 2 деп. Енді не байқап тұрмыз? Бұл жерде қандай бір-біріне байланыс бар. 0,175 деген ол 100-75 деп жазсақ, екеуі 25-ке қысқарған кезде не шығады? 4-тен 3 деген сан шығады. Так, пока осылай жазайық. 1 минус x. Кіші косинус пи бөлінген 6 деген не болды бізде? Ол түбір асты 3 бөлінген 2 болды. Ал енді бұл жерде байқап тұрған шығарсыздар, 4 деген 2-нің квадраты, 3 деген түбір асты 3-тің квадраты. Демек, не тұр мына жақта, сол жақта бізде мына 2-ден түбір асты 3-тің квадраты тұр екен. Мынаны біз көбейтіп жазып қойымыз керек. Мына жақшаның ішінде 1 минус x қайтадан көбейтіліп тұру керек. Кіші түбір асты 3 бөлінген 2. Так, түбір асты 3 бөлінген 2 деген өзінің бір дәрежесі, екі жақтан бірдей сан шықты. Міне, бізге де керек сол, ол қысқарады. Енді мынаған қараңыздар, мән беріңіздер, өте мұқият болып. Түбір асты 3 бөлінген 2 деген қандай сан? Түбір асты 3 деген ол 2-ден кіші сан, яғни 1,7 ма, сондай болу керек примерно. Соны 2-ге бөлген кезде біз түсініп тұрмыз, мынау 1-ден кіші екенін. 1-ден кіші болған кезде, так, мына жақшаны ашып жазыламын 1-ден. 2 минус 2x деп. 1-ден кіші сан қысқарып жатқан кезде таңбаның өзгеретінін ұмытпаймыз. Сонда мына минус 2x болып тұр ғой. Мен әрқашанда маған ыңғайлы болады, соның мына жаққа жібере салғанда плюс қылып. А мынаны мына жаққа келе саламын. 2-ден 1-ді азайтқан кезде не шығады? 1 шығады. Минус 2x-ті мына оң жаққа жібере саламын, плюс бола салады. Яғни минус 1-ге көбейтіп жүрмеймін да мен. Сонда 2-ні 1-ді 2-ге бөліп жіберемін, сонда мына жақтан 0,5 шығады. Мына жақта x қалады. Енді бұл есептің жауабын жазу қиын деп ойламаймын. Мен неге сандар өресіне салмай қойын, бірден жазайық. X кіші деген сөз 0,5-тен, ол минус шексіздіктен 0,5-ке дейін жақша бізде қандай? Жай болады, бұл жерде түсінікті. Міне есептің жауабы. Бұл енді бізде қарапайым түрлері келіп жүрген. Жалпы бастапқы түрлері. Қазір енді тағы да бір мысал көрсетіп жіберейін, 7-шісін. Бұл мынандай есептейді бізге. 4x квадрат минус 3x плюс 2 үлкен 1-ден деген есеп. Енді 1-дің берілетін мағынасы біреу-ақ. 1 деген ол кез келген санның 0 дәрежесі. Соны білеміз. 1 деген орнына біз не жазып өтеміз? Мына жерде қандай сан тұр? Соның 0 дәрежесі деп жаза саламыз. Сонымен екі жақтан бірдей сан пайда болды. 4 пен 4 бізде қысқарып кетеді. 4 деген сан 1-ден үлкен, сондықтан бізде не қалады мына жерде қараңыздар? X квадрат минус 3x қосылған 2 үлкен 4 мына жерде 0 қалды. Енді бізге өзімізге белгілі қарапайым не шықты? Дискриминант квадраттық теңсіздік шықты. Енді бұл жерде ветпен де шығара салуға болады. Уақытты үнемдеп, біз 2 мен 1 деп ветпен шығара саламыз. 2 мен 1 деген санды таптық. Енді не істейміз біз? Ары қарай интервал әдісіне сала саламыз. Қараңыздар, 2 мен 1-ді белгілеп. Так, жай жақша болады. 1-ді 2-ні белгілеймін. Таңба бізде әрқашан плюс, минус, плюс дейтінбіз, естеріңізде болса. Таңба үлкен деп тұр. Үлкен деген сөз, яғни мына плюс аралықтар есептің жауабы деген сөз. Есептің жауабын жазатын болсақ, не болады бізде? Минус шексіздіктен 1-ге дейін жай жақша, 2-ден плюс шексіздікке дейін жай жақша, яғни барлығы жай жақшамен болады. Сонымен есептің жауабы. Пробныйдан келген дейді. Керемет дейді. Рахмет сіздерге қолдауларыңыз үшін. Менде мына беріп жатқан есептердің барлығын мен ұбт-дан, пробный кітапшалардан алған болатын, жинақтаған болатын. Так, бұл алғашқы түсініктері, яғни бастапқы есептері міне осылай шығарылады. Бұл түсінікті ма? Қазір мен ұбт-ның өзінен соңғы ұбт-да келген есептердің кейбіреулерінде талқылап көрсетіп көрейін. Ол қандай есептер? Мысалға,
сіздерге мынандай есеп берілген. Келесі мысал, 8-ші мысалға көшейік. 2-ның x квадрат плюс 12 дәрежесі кіші немесе тең 64 көбейтілген 2-ның 5x дәрежесі. Мынандай есеп берілген екен. ұбт-да. Так, не істейміз? Қарап тұрмыз, мына жақта 2 ең кішкентай дәреже, өзі сан, яғни бұдан біз ештеңе шығара алмаймыз. Біздің істейтін нәрсеміздің бәрі мына оң жақта тұр. Так, 64 дегеніміз 2-ның қанша дәрежесі? Оны жаттап алудың қажеті жоқ. Сандарды 2-ні өзіне көбейтіп кете берсеңіз шығады. 2-ның кубын хотя білетін шығарсыз, 8 екен. 8-ге тағы 2-ні көтерсеңіз 16, значит 4 дәреже. Тағы 2 көтерсеңіз 32, 5 дәреже. Тағы 2 көтерсеңіз 64. Яғни 64 деген 2-ның 6 дәрежесі екен. Сонымен біз не істейміз? 2x квадрат қосылған 12 кіші немесе тең 64 дегенді 2-ның 6 дәрежесі деп жаза саламыз. Енді қараңыздар, сан 1 дей, сан көбейтілген кезде 2 сан 1 дей сан дәрежелер не істейді дедік? Қосылады дедік. Бағана біз сол қасиетті айтып кеттік. x квадрат қосылған 12 кіші немесе тең 2-ның өзі жазылады да дәрежелер не істейді? Қосылады. 6 қосылған 5x. Енді бізге қажетті осы еді. 2 мен 2-ның бірдей болғаны. Сонымен істейді. Олар қысқарады. Қысқарғанмен таңба өзгермейді, өйткені 2 деген бірден үлкен сан. Сонымен бізде не қалып қояды екен? X квадрат қосылған 12 кіші немесе тең 6 қосылған 5x. Енді барлығын мен сол жаққа өткіземін. Өйткені бізде ең бастысы, ең главный кім? X квадрат қой. Сондықтан соның плюс болғаны керек маған. Сондықтан x квадрат тұра береді. Мына плюс 5x-ті мына жаққа өткіземін мен минус 5x қылып. Плюс 6-ны мына жаққа минусқа өткіземін. Сол кезде 12-ден азайтылған кезде 6 деген сан қалады екен. Енді мынау бізде дәл мынау сияқты қарапайым квадраттық теңсіздік. Ветті қолданатын болсақ, бұл жерден 3 пен 2 деген сандар шығады. Енді соны не істейміз? Интервалдар әдісіне саламыз. Так. 2, 3, таңба плюс, минус, плюс әрқашанда. Кіші деген белгі тұр. Ол не деген сөз? Минус аралықты есептің жауабы ретінде алыңыз деген сөз. Сонда есептің жауабы не болады? 2 мен 3-тің арасы тік жақшамен. Түсінікті шығар деп ойлаймын. Сұрақтар болса, қойып отырыңыздар бірден. Мен келесі мысалдарға өтемін қазір. Жақсы, түсінікті болатын болса, онда біз келесі есептерге көшеміз. Ол қандай есептер? Тағы осыған бір ұқсас бір есеп көрсетіп жібере салайын. 9-ші мысалы. Былай дейді. 3-тің x дәрежесі көбейтілген 9-дың x дәрежесі кіші 81-ден тең бар. Кіші немесе тең 81 деген есеп. Мынаны қалай шығарамыз? Қараңыздар. Мына 3, 9, 81 деген барлық сандар кімнің дәрежелері? 3-тің дәрежелері. Сондықтан оның барлығын мен 3-тің дәрежелерімен жазып шығамын. 3-тің x дәрежесіне тиіспейміз. 9x деген ол 3-тің 2 дәрежесі. Мына x қасына тіркеле салады. 81 дегеніміз 3-тің 4 дәрежесі. Сонымен бізде сан көбейтіліп тұр, бірдей сан, онда не істейді? Дәрежелер қосылады. Яғни жаңағы қасиет. X пен 2x-ті қоссақ 3x қалады. Сонымен мына жақта 3-тің 4 дәрежесі, міне бізге де керек осы болып тұрған. Екі сан бірдей қысқарады. Олар бірден үлкен, сондықтан таңба өзгермейді. 3x кіші немесе тең 4-тен. Енді мына 3-ті бөліп жібереміз 4-ке. Сонда 3-тен 4 деп жазуға болады, немесе 1,3-тен 1 деп жазуға болады. Міне бізге соңғы шыққан жауабы сонда
жаңа форматта, иә, мысалға кейбір А вариантында былай тұру мүмкін. Немесе H вариантында қалай тұрады ол? Минус шексіздіктен 1,3-тен 1-ге дейін деп тұруы да мүмкін. Екеуі өйткені бірдей мағынасы. Жақсы. Бұл мәселе түсінікті шығар қазірше, иә? Енді ұбт-да мысалға оқушыларға қиындық туғызу үшін, оқушыларға қиын қылып көрсету үшін мынандай қылып та берген есептің түрі бар. Қазір мен көрсетемін сіздерге. 10 есеп деп жаза салайын, 10 мысалы мына жерге. Былай дейді. 4-тің x дәрежесі, мына жерде алдында x квадрат бар, көбейтілген. 4-тің x дәрежесі үлкен немесе тең 0-ден дейді, мысалға. Енді мынау есепті көрсеткіштік теңсіздікке жатқызып қалуларыңыз мүмкін, бірақ негізінде бұл көрсеткіштік теңсіздікке кірмейді. 4-тің x дәрежесін жақшаң сыртына шығарсақ, не қалады бізде? X квадрат минус 1 қалады, үлкен немесе тең 0-ден. Енді мына мәселеге жақсылап мән беріңіздер. Біз енді не істейміз? Интервалдар әдісі ғой, әрқайсысын 0-ге теңестіруіміз керек. Яғни мынаны 0-ге теңестіруіміз керек, және мынаны да не істеуіміз керек? 0-ге теңестіруіміз керек. Ал көрсеткіштік функция ол ешқашан 0-ге тең бола алмайды. Ол не деген сөз? Бұның мына жерде ешқандай рөлі жоқ деген сөз. Жай ғана мына есептің түрін қиын көрсету үшін берген ғана. Сонда не қалады? Бізде x квадрат минус 1 үлкен немесе тең 0-ден x квадрат минус 1-ді 0-ге теңестірсек, ол жерден біз білеміз қандай сан шығады? Плюс минус 1 деген сан шығады. Сол санды не істейміз? Интервалға сала саламыз. Минус 1 мен 1-ді. Мына минус 1, 1 таңба үлкен деген сөз. Мына плюс аралықтарды бояймыз деген сөз. Есептің жауабы минус шексіздіктен минус 1-ге дейін және 1-ден плюс шексіздікке дейін. Яғни бұл көрсеткіштік теңсіздік емес негізінде. Бұл нәрселерді кішкене есте сақтап жүрсеңіздер дұрыс болады. Ондай болса, бұл мәселелер түсінікті болса, онда мен келесі есептің түрлеріне көшем. Ол қандай есептер? Он бірінші мысал. Үш қосылған 2 көбейтілген 3-тің x дәрежесі азайтылған 9-дың x дәрежесі кіші немесе тең 0-ден деген есеп. Мына есептер енді мыналар сияқты оңай емес, бірден шыға салмайды. Бұндай есептерде сіздер мына нәрсеге мән берулеріңіз керек. Біріншіден, мына x бар 2 санға қараймыз. Олар қандай сандар? Олар көп жағдайда 60-70% берілетін есептерде ол мына біреуі екіншісінің квадраты болады. Қарасаңыздар, мына 9x деген 3x-тің несі? Квадраты. Ол не үшін олай беріліп жатыр? Мұндай келген кезде сіздер айнымалы енгізіп ары қарай шығарып кеткендеріңіз не болады? Дұрыс болады. Яғни 3x дегенді a деп немесе t деп кез келген әріппен белгілеуге болады. Ондай болатын болса 9x не болады бізде? T квадрат болады. Сонда біздің есебіміз мынандай болып кетеді, қараңыздар. 3 қосылған 2t азайтылған t квадрат. Яғни квадраттық теңсіздікке айналады деген. Мына жерде t квадраттың алдында мен минус тұрғанын көріп тұрмыз, сондықтан не істейміз? Біз барлығын минус 1-ге көбейтеміз. Сонда не болады? Минус t квадратымыз t квадрат болады. Плюс 2t ол минус 2t болады. Плюс 3-іміз минус 3 болады. Одан кейін сол минус 1-ге көбейткен кезде, немесе бөлген кезде біз білеміз, мына белгінің өзгеретін. Яғни үлкен немесе тең болып өзгереді екен. Енді мына есеп бізде кәдімгі квадраттық теңдеу. Ветпен шығаратын болсақ, 3 пен минус 1 деген екі түбір шығады. Так, біз не істейміз? Осы екеуін белгілейміз қазір мына жерге. 3 пен минус 1-ді. Так, минус 1-ді белгілеймін.
және 3-ті белгілеймін. Таңба плюс, минус, плюс. Бізде үлкен деп тұр. Үлкен деген сөз, яғни қай аралықтарды оң аралықты ал деген сөз. Яғни минус шексіздіктен минус 1-ге дейін, 3-тен плюс шексізге дейін деген аралықты ал. Енді көп оқушылар шығарып отқан кезде осылай ойлап қалады. Есептің жауабы осылар деп ойлап қалулары мүмкін. Жоқ, қателеспеңіздер. Біз тек қана нені, т-ны ғана тауып тұрмыз қазір. Бізге ары қарай не керек? X керек. Енді қараңыздар. Есте сақтаймыз. 3x, яғни көрсеткіштік теңсіздік, олар ешқашан минус бола алмайды. Минусқа тең бола алмайды, одан кейін неге? 0-ге де тең бола алмайды. Түсінікті ғой? Сонда мына минус аралық шығатын болса, оны бізге мүлдем қажеті жоқ, ол аралықтың. Мынау оң сан плюс шексіздікке дейін, ол аралық керек. Бұл не деген? Мынау нені білдіреді? 3-тен плюс шексізге дейін деген нені білдіреді? Ол т-ның ненің 3-тен үлкен екенін білдіріп тұр. Теңі бар, өйткені боялып тұр. Мына аралық, ол мынандай екенін біледі. Оны түсініп білесіздер ғой бұл нәрселерді. Енді т деген не ол бізде? Ол бізде 3x. Сондықтан мен не істеймін? 3-тінің орнына 3x-ті қоямын да, мына жерде нені? 3-ті жазамын. Сонымен 3 деген ол бір дәреже. Так, 3 пен 3 қысқарды, таңба өзгермейді. Есептің жауабы не болады екен? X 1-ден үлкен. Яғни 1-ден плюс шексіздікке дейін. Сұрақтарыңыз бар ма осы жерде? Осы есепке байланысты. Енді ары қарай біз кішкене күрделі есептерге қазір өтеміз. Сұрақтарыңыз болса, бірден қойып отырыңыздар. Сұрақ жоқ дейді. Жақсы, сұрақтарыңыз болмаса, онда тағы бір келесі есепке көшейік. Келесі есеп осы мынандай. 11-ші есеп, 11-ші мысал. Былай дейді ол. 16-ның x дәрежесі қосылған 4-дің x дәрежесі азайтылған 2. Не дейді? Үлкен 0-ден дейді. Так, қараймыз. Мына жерде қарап тұрсақ, 16x деген 4x-тің несі? Квадраты. 12 екен ғой. 4x дегенді біз не деп аламыз онда? Т деп ала саламыз. Ондай болатын болса, 16x не болады? Т квадрат. Яғни т квадрат қосылған т азайтылған 2 үлкен 0-ден. Ары қарай түсіндікті шығар. -2 бұл жерде вет бойынша шығаратын болсақ, -2 мен не шығады? 1 шығады. Сонымен не істейміз? Интервалға салып жібереміз екеуін. Так. -2 мен 1 деген сан. Плюс, минус, плюс. Таңба үлкен. Үлкен деген сөз қай аралықтар керек дейді бізге? Оң аралықтар, плюс аралықтар керек дейді. Енді бізде 4x деген ол біз жалпы көрсеткіштік теңсіздік шығарып жатырмыз ғой, сондықтан қараңыздар. Көрсеткіш теңсіздік дегенде айтып сіздерге. Минус деген санға 0-ге тең боламайды бұл өрнектер. Яғни көрсеткіштік функциялар, Сондықтан мына минус аралық бізге мүлдем қажет емес. Бізге қажеті оң аралықтар. Яғни 1-ден плюс x'ке дейін деген аралық керек. Ол не деген сөз? Ол т-ның 1-ден үлкен дегенін айтып тұр. Үлкен деген кезде біз оң жақ қарай боятын едік қой, яғни соны керісінше жазып жатырмыз. Т үлкен 1-ден. Т деген не ол? Ол 4x. Так, сонда 4x үлкен 1-ден деген бізде қарапайым теңсіздік шықты. 1 дегенді біз білеміз, ол кез келген санның несі? 0 дәрежесі мына жерде. 4 пен 4 қысқарды. Сонда не қалды бізде? X үлкен 0 қалды мына жерде. 4 пен 4 қысқарды. Таңба өзгермейді, өйткені 4 деген 1-ден үлкен сан. 0-ден плюс шексіздікке дейін, түсінікті оны есептің жауабы. Жалғастырайық мына жерге. Мысалға b деген нұсқада осылай тұрған шығар ол. E деген нұсқада мысалға былайынан тұруы мүмкін, 0-ден плюс x'ке дейін. Екеуі де есептің жауабы. Бұл да онда түсінікті шығар деп ойлап отырмын.
Так, мен келесі түріне өтем, тағы да осындай бір мысалдар түсіндірейін. 13-ші мысал. 13-те бізде мынандай бір есеп беріп тұр екен. 2-нің 2х дәрежесі азайтылған 13 көбейтілген 2-нің x минус 2 дәрежесі үлкен минус 4-тен 3. Мынандай есеп берілген екен. Қараңыздар, жақсылап мұқият қараймыз. Мына жерде 2-нің 2х деген дәрежесі тұр. Мына жерде 2-нің x дәрежесі және минус 2 деген нәрсе тұр. Ол нені білдіреді? 2-нің 2х дәрежесі деген ол бізде 4-тің x дәрежесі. Түсінікті ғой? 2-нің 2х дәрежесі деп беруі мүмкін, 4-тің x дәрежесі деп беруі мүмкін, ешқандай айырмашылық жоқ. Бізге мына минус 2 деген нәрседен құтылу керек. Бізге екеуі де x болып тұрғаны қажет болады. Сондықтан не дейміз? 13 көбейтілген 2-нің x дәрежесі. Енді біз бағана айтқан қасиет бар. Дәреже азайтылса, мынау бізден керісінше жүреміз. Ол не деген сөз? Ол бөлу деген сөз. 2-нің несіне? Квадратына. 2 сан, то есть бірдей сан бөлінген кезде оның дәрежелері не істейді? Азайтылады. Біз соны қазір керісінше қолдандық. Үлкен минус 3-тен 4. Енді қарасаңыздар, 2-нің квадрат деген ол да 4, мынау да 4. Біз енді барлығына ортақ бөлім береміз. 4х-ның астында не бар? 1 бар. Онда ортақ бөлім беретін болсақ, тек қана кімге? 4-тің x дәрежесіне ғана не? Ортақ бөлім берілді деген, яғни 4 деген. Сонда не болады қараңыздар? Ары қарай 4-ті көбейтеміз 4-тің x дәрежесіне. Кейбір оқушылар 16х деп жіберуі мүмкін. Ол өте үлкен қате, әрине. 4 пен 4-тің x дәрежесі екеуі бір-біріне не істейді? Былайынан 16х деп көбейте алмайды. Бізге осылай тұрғаны қазірше не? Керек болып тұр. Мына жақта ортақ бөлім берілген жоқ, сондықтан 13 көбейтілген 2-нің x дәрежесі қалды. Мына жақта ортақ бөлім берілген жоқ, не қалды? Минус 3-тің өзі қалды. Енді қарасақ, мынау бізде 4-тің x дәрежесі, мына 2-нің x дәрежесінің несі екен? Квадраты екен. Сонда біз не істейміз ары қарай? 4 көбейтілген 4х дегенде t квадрат азайтылған 13 көбейтілген 2-нің x дәрежесін t минус 3-ті қалай? Плюс 3 деп алып келеді екенбіз мында. Міне сонда бізде квадраттық кәдімгі теңсіздік дейді. Неге сайтыңыз ашылмайды? Сайт жауып тастағанымызға 1 жылдан асып кетті ғой. Сайт жұмыс істемейді. Сонымен ары қарай шығару үшін біз не істейміз енді? Дискриминант шығарамыз. Немесе мен сіздерге мынандай әдісті көрсетемін. Мына 4 дегенді мынаған көйіп жібере салуға болады. Ойша көйіп жібереміз. 12, так, 12 мен 13. Яғни ол не деген сөз? Қандай сандар ол? Вет бойынша 12 мен 1, иә? Өйткені 12 мен 1-ді көйтсең 12, екеуін қоссаң, мынаған керісінше 13 шығады. Енді мынау шыққан санды біз қайдадан не істеуіміз керек? 4-ке бөліп жіберуіміз керек. Сонда бізде мына дискриминант шығаратын болсақ, иә, біз уақытты үнемдеп жатырмыз. Қандай сандар шығады екен? 12-ні 4-ке бөлсек 3 және 4-тен 1 деген сан шығады екен. Енді не істейміз? Осы екі санды интервалға саламыз ары қарай. Так, мына жерде қазір қызық болайын деп тұр. Ал белгілейік 4-тен 1-ді. Бірінші кіші сан белгіленеді. Жанына қандай? 3 деген санды белгілейміз. Так, плюс, минус, плюс. Таңба үлкен, қай аралықтарды ал деп жатыр? Плюс аралықтарды алыңыз дейді. Міне. Енді жақсылап мән берсеңіздер, бұл жердегі екі санда қандай сандар? Оң сандар. Сондықтан бізге мына екі аралықта керек деген сөз. Яғни біз былайынан қысқартып жібере алмаймыз. Екеуі де оң сандар. Енді мына аралық нені білдіреді? Бұл бізде t-ның ненің кіші 4-тен 1-ден екенін білдіреді. Мына аралық. Мына аралық нені білдіреді? T-ның үлкен екенін білдіреді 3-тен. Яғни бізде қазір екі жауап шығады. Біреуі мынаны шығарсақ, екіншісін мынаны шығарсақ, сол екеуі де мына есептің несі болады? Жауабы болады. Енді мына жерге жақсылап мұқият тыңдаңыздар енді. Т деген бізде не еді ол? Ол 2-нің x дәрежесі. Сондықтан мен мына жерге бірінші мынаны шығарам, одан кейін мынаны шығарамыз қазір. Біріншісін шығарайық. Т деген 2-нің x дәрежесі не дейді? Кіші дейді.
төрттен бірден. Төрттен бір дегеніміз ол 2-ның минус 2 дәрежесі. Өйткені жоғары көтердік, сол үшін минус деген пайда болды. 2 мен 2 мына жерде қысқарып кетеді. Таңба өзгермейді. X кіші минус 2-ден. Мынау есептің бір жауабы, яғни минус шексіздіктен минус 2-ге дейін. Бір жауап таптық. Енді екінші жауапты табамыз қазір. Ол не дейді? Т дейді, яғни 2-ның x дәрежесі үлкен дейді 3-тен. Мына жаңа форматта бір қарап отырғанда есептерді, мынандай есеп жүр кәдімгі, дәл осындай есеп беріп қойған. 2-ның x дәрежесі үлкен 3-тен. 5 па сондай мына жерде. Мына есепті қалай шығарамыз? Енді бізде ешқандай сан 2-ның ешқандай дәрежесі 3 бола алмайды ғой. То есть мынау 4, 8 сияқты ыңғайлы сан емес қой, сондықтан бұл жерге көмекке кім келеді? Логарифм келеді екен. Енді қараңыздар, мына 3 дегенді қалай жазып жібереміз? Оны былай жазасыздар, қараңыздар, есте сақтаңыздар. 2-ның x дәрежесі үлкен 2 деп жазасыз. Одан кейін логарифм деп қайтадан 2-ні жазасыз. Міне 2 мен 2 қысқару керек. И мына жерге 3-ті былай қоя саламыз. Неге? Өйткені бізде қасиет бар. 2 мен 2 логарифм 2 деген нәрселер не істейді? Былайынан қысқарып кетеді. Сол кезде қайтадан 3 шығады. Ал бізге не үшін бұл нәрсе керек болды? Біз мына 2 мен 2 не істеуіміз керек? Қысқартуымыз керек. Бізге керегі x мынау. Сонда ары қарай не қалды бізде? Таңба өзгермейді ғой, өйткені 2 деген ол бірден үлкен. Сонда есептің жауабы не болады мына жерден? X үлкен екен, логарифм 2 негізді 3-тен. Сонда келесі есептің екінші жауабы не болады екен? Логарифм 2 негізді 3-тен, x үлкен ғой, плюс шексіздікке дейін. Міне есептің жауабы мынау және мынау. Осы жерде енді сұрақтарыңыз бар ма екен? Мүмкін кейбір жерде түсініксіз болып қалды. Асығып айттым ба мүмкін? Сондықтан сіздердің сұрақтарыңызды тыңдайын. Сұрақтарыңыз жоқ па? Онда мен ары қарай жүремін қазір. Жақсы, бұны түсінген болсаңыздар өте жақсы. Бар дейді. Қандай сұрақ қойыңыз? Баршаны түсіндіріп беріңізші дейді. Әдейі істеп отырсыз дейді ме? Алдында мен айтқан сөзіме байланысты айтып тұрсыз ба? Бас жағын түсінбесеңіз, онда аяқ жағын да түсінбеген шығарсыз. Бәрі түсінікті дейді. Жақсы, барлығыңызға түсінікті сияқты негізінде, егер бір жерлері бір моменттерді жібере алған болсаңыз, яғни үлгермей соңына қарай қосылған болсаңыз, онда бұл видеоны мен қайтадан саламын, сол кезде қайталап көре аласыздар. Екінші, каналды ашып орысша түсіндіре аласыз ба? Орысша каналды ашыңыз, көп адамдар көре алар еді дейді. Орысша негізді былайша алған кезде Қазақстанда қазір бітіріп, мысалға жыл сайын 90 мың түлек бітіретін болса, сол 90 мыңның қателеспесем бір 15-20 мыңы ғана орысша группалар, қалғаны 70 мыңы қазақ топтары. Сондықтан мен білмеймін, қазақ тобымен жұмыс істей беретін шығармын. Орысшадан бірінші себеп, екінші себебім мен орысша шын керек сөйлей алмаймын да. Мынау нелерін білмеймін, терминдерін да орыстардың. Три-вторых деп, олар да керісінше айтылады, бізде басқаша айтылады ғой. Жақсы, онда ары қарай мен жалғастырамын. Қазақпыз, иә, қазақпыз.
Жоқ, ұйғырмын дейді. Так, ары қарай жалғастырайық, иә? Мен қазір мына жерде белгілеп алайын. Аха. Келесі, бірақ орысша мектепте оқып дейді. Түсінікті, иә, сізді түсініп отырмын. Жағдайыңызды үйреніп кеткен ғой дейді. Иә, жақсы. Менде Түркістан қаласында сабақ бергенде, менде орыс мектебінен, ол Некрасов деген мектеп болған. Сол мектептен оқушылар келіп, кәдімгідей қатысатын, мен қазақша оларға түсіндіріп жіберетін тұғым. Өйткені қазақ балалар ғой енді бәрі. Тек орыс мектебінде оқиды деген болмаса, былай қазақ балалар бәрі. Жақсы, тағы бір мысал түсіндіріп жіберейін мен, иә? Осыған байланысты, сосын ары қарай жүреміз. Келесі мысал. Қай нешінші мысал еді, мен ұмытып қалдым, шыны керек. Еске салып жіберсеңіздер. 15 па, 16 ма? 16 сияқты. Так. 14 па? Кешіріңіздер. Келесі есеп, келесі мысал, ол мынандай есептер дейді. Мен Түркістаннан боламын дейді, жақсы. 4 көбейтілген, қараңыз, мынандай қызық есеп. 4 көбейтілген, 2-ден 1-дің 2х дәрежесі, азайтылған 28 көбейтілген, 2-ден 1-дің х дәрежесі, қосылған 40 кіші 0-ден дейді. Деген есеп берілген. Ағай, сіз Алматыдансыз ба дейді. Жоқ, мен Кентау қаласы, оңтүстік Қазақстан облысынан. Ары қарай жалғастырайық. Қараңыздар, мына жерде байқап тұрмыз, біз уже т мен т квадратты көріп тұрмыз, иә? 2-ден 1-дің х дәрежесі т, мына жерде 2х тұрғандықтан ол не? Т квадрат дегенді білдіреді. Сондықтан мына жерге мен былайынан жазып қоя салайын. 2-ден 1-дің х дәрежесін біз т деп белгіледік. Сонда не болады? 4 көбейтілген т квадрат азайтылған 28 көбейтілген т қосылған 40 деп есеп бізде мынандайға өзгереді екен. Байқап тұрсақ, барлығын 4-ке бөліп жіберуге болады екен. Бізге ыңғайлы болу үшін, есепті ары қарай шығару үшін. Сонда мен 4-ке бөліп жіберетін болсам, т квадрат 28 4-ке бөлсем 7т, 40-ты 4-ке бөлсек 10 кіші 0-ден. Бұл не деген сөзі? Бетпен шығаратын болсақ, қандай сандар шығады бізде? Ол 5 пен 2. Иә? Жақсы, 5 пен 2-ні мен не істеймін енді? 5 пен 2-ні аламын, интервалға сала саламын. Кешіріңіздер. Так. 5. Бірінші кішкентай сан 2-ні белгілеймін. Одан кейін үлкен сан 5-ті белгілеймін. Так, енді бізде таңбалар қандай? Плюс, минус, плюс. Дарында мұғалімсіз ба дейді? Жоқ, дарында мұғалім емеспін. Так, таңба бізде мына жерде байқап тұрсыздар, кіші ғой. Кіші 0-ден. Кіші деген сөз қай аралықты? Минус аралықты белгілеңіз деген сөз. Яғни 2 мен 5-тің арасы. Енді осы жерде тыңдаңыздар. Осы жерде жақсылап, мен жерде бояп қойыппын, кешіңіздер, мына жерде боялмайды. Мына жерде де боялмайды, өйткені тең жоқ қой. Енді байқа, мына жерде жақсылап тыңдаңыздар. Екеуі де қандай сандар? Екеуі де оң сандар. И бізде мына жерде кіші және үлкен болуы мүмкін. Қазір мен үлкен дегенді айтам, и кіші дегенді айтам. Сол кезде айырмашылығын түсініп аласыздар. Егер 2 сан шықса, мынандай, онда мына 2 санның аралығы деп мынандай т-дан шығатын болса, онда біз не істейміз? Мына т-ны 2-ден 1-дің х дәрежесін 1-ден осы екеуіне теңестіре саламыз. Мынаны мынаған теңестіреміз, мынаны мынаған теңестіреміз. Түсінікті ма? Қараңыздар. Мен не істеймін? 2-ден 1-дің х дәрежесін теңестіремін 2-ге, 1-ден. Сонда ол не деген сөз? Мынау бізде 2 деген ол не? Ол 2-ден 1-дің минус 1 дәрежесі. Мен 2-ні астына түсіріп жібердім. Сонда ол не болды? Қысқарып кетеді. Сонда х тең болады неге? Минус 1-ге.
Одан кейін енді мен 2-ден 1-дің x дәрежесін 5-ке теңестіремін. Енді мына жерде мен сіздерге айттым, 2-ның 2-ден 1-дің ешқандай дәрежесі 5 болмайды. Ондай кезде бір не істейміз дедік? 2-ден 1-дің x дәрежесі 5 дегенді былай жазасыздар. 2-ден 1-дің 2-ден 1 дәрежесіне де қайтадан логарифм дейсіздер да 2-ден 1 екен қысқарып келеді да бізде қайтадан 5 шығару керек. Мынандай жазасыздар. 2-ден 1 логарифм негізін қайтадан 2-ден 1 и 5 деп жазасыздар. Не үшін? Мына екеуі бізге қысқарады. Сонда x шығады бізде. X тең болады екен логарифм 2-ден 1 негізінде 5. Сонда есептің жауабы мына екеуінің арасы болады. Осы жерде бір айтатын момент. Енді ол нәрсені былай білмесеңіз де сіз жауаптын тауып аласыз, бірақ мына нәрсені түсініңіздер. Егер мына бізде берілген t бар ғой, мынау ішіндегі сан, егер осы 1-ден кіші сан болатын болса, онда мынау бізде кіші болады мынаған қарағанда. Егер мына жерде 2-ден 1 емес 2x болатын болса та, мысалға, онда қалай шықты? Сол екеуінің арасын белгілейміз. Яғни -1 мен логарифм 2-ден 1-дің 5-дің арасы деген сияқты. Егер ол 1-ден үлкен сан болса. Егер 1-ден кіші болса, онда есептің жауабын біз былай жазамыз енді. Бірінші мынау жазылады, логарифм 2-ден 1 негізінде 5. Одан кейін неге? -1-ге дейін. Ал егер мына жерде сан үлкен болғанда, 2 болғанда, мысалы 2-ның x дәрежесі болғанда, онда есептің жауабы былайынан қалар еді, -1-ден, енді бұл жерде мынандай сан шығуы мүмкін емес әрине, мысалға 2-ден 5-ке дейін деген сияқты. Егер 2-ден 1-дің орнына 2 болатын болса, онда есеп жауабы қалай шықты, солай жазылады. Осы жерде есте сақтаңыздар. Енді сіз оны білмей ұмытып кетіп, мысалға былайынан жазып қойсаңыз, мысалға айтайық, логарифм 2-ден 1-ден 5. Енді неде? Варианттарда бұндай вариант болмайды. Сіз мынаны ауыстырып алсаңыз да тауып аласыз. Варианттардан мынамен, мынау -1 мен мынау тұрған өз бір-ақ вариант болады. Соған қарап тауып аласыздар. Яғни бұл жерде есте сақтайтын нәрсе не екен? Егер екеуі де оң сан шықса, және екеуінің арасы шығатын болса, онда осы екі санға біз 1-ден теңестіре салады екенбіз. Түсінікті ма? Бұл жерде сұрақтарыңыз бар ма? Мен қазір тағы осыған ұқсайтын есепті шығарып көрсетемін. Егер сұрақтарыңыз болатын болса. Осылай сабақ күнде бола ма деймін дейді. Қазір мен ондай сұрақтарға соңына жауап берейін, келісіп алайық. Қазір есепке байланысты сұрақ болса, қойыңыздар. Егер басқа да одан басқа сұрақтар болатын болса, мен қазір эфирдің соңында уақыт беремін. Сондай сол кезде сұрақтарды қойсаңыздар болады. Келесі 15-ші мысал өтейін. Келесі мысал, қазір мен кешіріңіздер мына жерден қай есепті көрсетсем екен деп қарап отырмын. Мысалға мына есепті жазайын. 4-дің x дәрежесі азайтылған 5 көбейтілген 2-ның x плюс 1 дәрежесі қосылған 16 кіші 0-ден. Соңында теңестіретін кезде қалай өтті дейді. Қай жерде біз 2-ден 1-дің x дәрежесіне теңестірдік міне. Бірінші мына жерде біз мына екеуін теңестірдік. Одан кейін екіншісінде кімді? 5-ке теңестірдік. Әрқайсысына жеке-жеке біз мынаны теңестіреміз. Қараңыздар, мынаған және мынаған теңестірдік. Теңестірген кезде енді мынау түсінікті шығар, мынаусы мына жер. 2 деген ол 2-ден 1-дің -1 дәрежесі. 2-ден 1 мен 2-ден 1 кетті, x тең -1. Яғни бізде жауаптың біреуі шықты, бір ұшы шықты. Екінші ұшы мынадан шығады. 2-ден 1-дің x дәрежесін 5-ке теңестірдік, енді 2-ден 1-дің ешқандай дәрежесі 5 бола алмайды. Оны білесіздер, 2 мен 5-дің бір-біріне мүлдем қатысы жоқ. Ондай кезде бізге көмекке кім келеді? Логарифм келеді. Ол не деген? 5-ті қалай жазамыз?
мына жерде 2-ден 1 деген сан тұрса, онда мына жаққа да 2-ден 1-ді қоямыз. Одан кейін логарифмді жазамыз да, негізіне де осы санды жазамыз. Неге? Өйткені мына нәрсе, мынандай нәрсе бізде қысқарып кетеді да, қайтадан 5 шығады. Бізде 5 деп берілді ма, қайтадан 5 шығып тұру керек. Енді бұл бізде мына 2-ден 1 не үшін жазылды? Мына екеуін бір-бірімен қысқарту үшін. Бізге не керек? Мына x қалу керек қой. Міне x қалды, x тең болды логарифм 2-ден 1 негізде 5-ке. Енді есептің жауабы ретінде -1-ден логарифм 2-ден 1-ден 5-ке дейін деп, мынау бізде дұрыс болмайды. Былайынан жазатын болсаңыздар, мынау дұрыс емес мына жауап. Мен айтатыным, есте сақтаңыздар. Егер мына жерде 1-ден кіші сан болатын болса, онда ана 2 шыққан санды, 2 шыққан жауапты, мынаусы үлкен болады, кіші болады мынау 2-ден 1. Бірінші жазылады да. Одан кейін мына -1 жазылады. Соны айттым. Солай деп түсіндірдім балалар. Ары қарай жүрейік, онда сұрағыңызға жауап берген сияқты болдым. Мына жерде қарап тұрмыз, 4x, 2x тұр. В принципе, түсінікті, бірақ мына жерде не тұр? +1 деген нәрсе тұр. Сондықтан мен сол нәрседен құтылып жүргім керек. 4-тің x дәрежесі азайтылған 5 көбейтілген. Мына жерде мен 2-нің x дәрежесі +1 дегенді көбейтілген 2-нің 1 дәрежесі деп жазасам. Қосылған 16 кіші 0-ден. Міне, менде t мен t квадрат пайда болды. Жазып қоя салайық. 2-нің x дәрежесін не деп? t деп жазып қоя саламын. Сонда 4-тің x дәрежесі ол t квадрат. Азайтылған 5 пен 2-ні көп тұрыстар, ана жерде көбейтіледі екеуі бір-біріне. 10 болады да, неде 2-нің x дәрежесі t қосылған 16 не болады? Кіші 0-ден. Енді қараңыздар, ветпен шығара салайын мен, не болады? 2 және 8 деген сан шығады. Квадраттық теңдеуден. Осы 2 мен 8-ді мен істеймін енді интервалдар әдісіне саламын. Интервалдарға салатын болсақ, так, 2 мен 8. Екеуіне де жай жақша қойылады, өйткені тең жоқ екенін көріп тұрмыз. Плюс, минус, плюс таңба. Мына жерге көріп тұрсыздар, кіші деген таңба тұр. Сондықтан біз не істейміз? Мына екеуінің аралығын бояймыз. Көп оқушылар есептің жауабына 2-ден 8-ге дейін жазып қояды, ол ұмытып кетеді, t шығарып жатқанын. Бізге не керек? Бізге x керек. Енді мен жаңа ғана жоғары неде айттым, Егер екеуі де оң сан болса, онда біз мына 2-нің x дәрежесін аламыз да 1-ден осы екеуіне не істейміз? Теңестіре саламыз. Кеттік. 2-нің x дәрежесін бірінші. 2-нің x дәрежесін кімге теңестірем? 2-ге теңестірем. Мынау 2-нің 1 дәрежесі x тең болады қаншаға? 1-ге. Есептің бір ұшы шықты. Екіншісі 2-нің x дәрежесін аламын да 8-ге теңестірем. 8 деген ол 2-нің кубы екенін білеміз. 2 мен 2 қысқарды. X тең 3. Міне болды. Есептің жауабы шықты. Бізге x 1 мен 3 шықты. Сонда не болады? 1 мен 3-тің арасы болады. Жай жақша. Көрдіңіздер ма? Егер мынау 2x деген 1-ден үлкен сан ғой. Мынадан не шықты? Мынадан қазір көрсетейін. Мына 2-ге теңестірген кезде 1 шықты. 8-ге теңестірген кезде 3 шықты. Біз қалай тұр? Солай жаза салдық. Неге? Өйткені мына 2 деген 1-ден үлкен сан да. Мына жерде 2-ден 1 ғой. 1 кіші сан ғой. Сондықтан мына 5-тен шыққан сан бірінші жазылып кетті. 2-ден шыққан сан ол екінші болып жазылды. Сол үшін сол мәселені есте сақтай салыңыздар. Дұрыс болады. Тригонометрия сабағын қашан шығарасыз дейді. Мен айттым ғой, сондай сұрақтарды қазір сабақтың соңына қарай қалдырайық. Қиындауын шығарасыз ба дейді. Жақсы, мен қазір ары қарай енді шынымен де күрделі түрлеріне қарай көшем. Күрделі болғанда күрделі деп былай айтуға қатты келе қоймасын шығар. Келесі, есептің түріне қараған кезде ол қиын болып көрінуі мүмкін. Қазір мен сіздерге көрсетейін. Ол мынандай есеп. Түрі қатты қиын болып көрінуі мүмкін, бірақ ол қиын емес. Қазір мен кешіріңіздер мына жерде бөліп қоясың. Так. Мынандай есеп, 16 есеп. ОБТ-да келген есеп. 2-нің x плюс 2 дәрежесі азайтылған 2-нің x плюс 1 дәрежесі қосылған 2-нің x минус 1 дәрежесі азайтылған 2-нің x минус 2 дәрежесі кіші немесе тең дейді. Неден? 9-дан. Ұзақ болып көрініп тұр ғой енді. Ұзақ болғаннан кейін көп оқушылар бұл есепті не істейді? Жай ғана тастап кете салады. Ешқандай да қиындық жоқ.
ешқандай да қиындық жоқ деп ойлаймын мына есепті. Қараңыздар енді. Ең бастысы бізге мына x-терді қалдырып, мына плюс 2, плюс 1, минус 1, минус 2 деген нәрселерді не істеу керек? Бөліп алу керек. Сонда қараңыздар не болады? 2-нің x дәрежесі плюс 2 деген не деген сөз ол? Ол көбейтілген 2-нің квадраты деген сөз. Азайтылған 2-нің x дәрежесі плюс деген не ол? Көбейтілген 2-нің 1 дәрежесі деген сөз. Қосу 2-нің x дәрежесі минус деген ол бөлінген 2-нің 1 дәрежесі деген сөз. Минус 2-нің x дәрежесі минус 2 деген сөз ол бөлінген 2-нің квадраты деген сөз. Мына осы қасиет түсінікті ғой, мына дәреженің қасиетін қолданып мен 2-нің x дәрежесін ғана қалдырдым мына жерде. Енді сол 2-нің x дәрежесін мен не істеймін? Жақшаның сыртына барлығынан шығарып жіберемін. Сонда ішінде не қалды қараңыздар? 2-нің квадраты 4, азайтылған 2-нің 1 дәрежесі 2, қосылған, мына жерде 2-нің x дәрежесі шығып кетті, бір бөлінген 2 қалды мына жерде. 1 бөлінген 2 деген ол бізде 0,5. Азайтылған 2-нің x дәрежесі жақшаның сыртына шықты, не қалды? 1 қалды. Яғни 1 бөлінген 4 қалды мына жерде. Ол бізде не? 0,25. Кіші, ана жерге 0 деп қойып, 9 бар. Кіші немесе тең 9-дан. Ары қарай 2-нің x дәрежесі көбейтілген. Мына ішінде не шығып жатыр қарайық. 4-тен 2-ні азайтамыз 2, 2-ге 0,5 қоссақ 2,5, одан 0,125 азайтсақ 2,125 деген сан қалады екен. Енді не істейміз? Бізге 2x-дің өзін қалдырамыз да, мынаны 9-ға бөлеміз. 9-ды бөлеміз, то есть. 9-ды 2,125-ге бөлсек, ровно 4 шығайын деп тұр, көрдіңіздер? Дәл 4 шығады. Енді 4 деген ол түсінікті бізде не болады? 2-нің квадраты. 2 мен 2 қысқарды, үлкен сан бірден, таңба өзгермейді. Міне, есептің жауабы не болады екен? Минус шексіздіктен 2-ге дейін тік жақшамен. Қиын болып көрінетін шығар енді, бірақ көздеріңіз көріп тұрсыздар. Оңай есеп. Алдындағы дискриминанттарға қараған кезде одан да оңай, ешқандай квадраттық теңдеу ештеңе шықпайды. Так, келесі есепті қиындау деген сияқты. Енді мынандай есептерге көшем, сосын барып ары қарай жалғастырамыз, қараңыздар. Мысалға бізге мынандай есеп берілген. 17. 25 көбейтілген 5-тің x дәрежесі үлкен 9 көбейтілген 3-тің x дәрежесі. Қараңыздар, мына жерде көріп тұрсыздар, мынау 5-тің x дәрежесі, мынау 3-тің x дәрежесі. Яғни екеуінің бір-біріне мүлдем қатысы жоқ сандар. Көріп тұрсыздар, мынау 5-тің x дәрежесі, мынау 3-тің x дәрежесі. Бұл жерде біз қалай шығарамыз? Есте сақтаймыз. Егер екі сан негіздері әртүрлі болса, бірақ олардың дәрежелі міндетті түрде бірдей болады. X болса, онда x болады. Егер олардың дәрежелері әртүрлі болса, онда олар міндетті түрде негіздері бірдей болу керек. Өйткені олай болмаса есеп шықпайды. Сонымен не істейміз? Бұл жердегі біздің мақсатымыз x барларды бір жерге алып келу. Мен кеңес берем, мына үлкен тұр ғой 5x. 3-тен қарағанда үлкен ғой. Соған алып келген дұрыс болады. Ол не деген сөз? Мына көбейтілген 3-ті мына 5-тің x дәрежесіне бөліп жіберем. Былайынан. Ал мына 25 мынаған көбейтіліп тұр, оны 9-ға бөліп жіберем. Былайынан істеймін. Яғни мынау былайынан, мынау былайынан. Енді екеуінде дәреже бірдей ғой. Дәреже бірдей болған кезде оны былайынан жаза салуға болады. 3-тен 5-тің x дәрежесі деп жаза салуға болады. Ары қарай. Енді қараңыздар, мына 3-тен 5, мынау 25-тен 9. Енді бір байқау қиын емес шығар нәрсені. Мынаның квадраты, бірақ керісінше тұр ғой. Сондықтан мен оны былай жазам. 3-тен 5 деп жазам, бірақ дәрежесіне минус қоя салам. Неге? Өйткені минус деген сөз, ол қайтадан мына 3-ті жоғары көтереді, 5-ті астына түсіреді да, сол кезде 25-тен 9 шығады. Неге олай істедім мен? Бізге мына екеуі бірдей болғаны керек. Енді мына жерде қараңыздар. Екеуі қандай сан? 3-тен 5 деген қандай сан?
ол бірден үлкен сан. Сондықтан таңба өзгереді ма? Өзгермейді. Бөлшек болған кезде өзгереді деп ойлап қалмаңыздар. Біз санға қарауымыз керек. Сонымен не болды? X үлкен минус 2-ден. Яғни есептің жауабы минус 2-ден жай жақша плюс шексіздікке дейін деген сөз. Түсінікті ма? Минус 2-ден плюс шексіздікке дұрыс айтасыз. Дұрыс айтып жатырсыз. Так, енді осыған ұқсайтын ұбт-да есеп қалай келді? Соны айтам. ұбт-да осыған ұқсайтын есеп, яғни қазір күрделі қылып берген енді, соны мен қазір сіздерге көрсетемін. 18-ші мысал. ұбт-да былайына келіпті. 3-тің x минус 10 дәрежесі азайтылған 2-нің x минус 9 дәрежесі азайтылған 3-тің x минус 11 дәрежесі азайтылған 2-нің x минус 12 дәрежесі. Үлкен 0-ден. Енді қараңыздар. Мына есепті былай қарағанда оңай деп айту қиын. Өйткені мынау 3x, мына жерде 2x мүлдем бір-біріне келмейді. Не істеуге болады? Так, былай істейік. Мына 3x дегендерді мен бір жерге қалдыра салам. 2x дегендерді мына оң жаққа өткізіп жібере салайын. Не болады екен сол кезде байқап көрейік. Так, 3-тің x дәрежесі. Мына минус 10 дегенді мен бірден былай жазып қоя салам. 3-тің 10 дәрежесі бөлінгенден. Мына жерде минус 3-тің x дәрежесін алам да, бөлінген дей салам 3-тің 11 дәрежесіне. Үлкен. Мына 2-нің екеуінде мен мына жаққа өткізіп жібердім ғой. Сол кезде ол жақта не болып жатыр қараңыз. Мынау минус 2 еді, плюс болып өтті да, 2-нің x дәрежесі бөлінген 2-нің 9 дәрежесі деп жазып қоя салам. Мынау бізде қосылу келді бұл да. Сонда бұны да мен 2-нің x дәрежесі бөлінген 2-нің 12 дәрежесі деп жаза салам. Сонда не болып жатыр? Мына жерде ортақ бөлім берейік. Қараңыз, ортақ бөлім не болады? Мына жерде 3-тің 11 дәрежесі болады ортақ бөлім. Мынаған 11 дәреже не деген сөз? Мына 10 дәрежеге 3-тің қанша дәрежесі жетпей тұр? 1 дәреже жетпей тұр. Яғни мына екеуіне ортақ бөлім берем, мына екеуіне бөлек ортақ бөлім берем. Сонда не болады? 3 көбейтілген 3-тің x дәрежесі азайтылған 3-тің x дәрежесі. Енді мына екеуін көбейтіп 9x деп жазып жүрмейді жастар, ондай оқушылардың қатарына кірмейді жас деп үміттенемін. Мына жақта ортақ бөлім 2-нің 12 дәрежесі, әрине, ең үлкен дәреже. Мынаған біз қанша? 2-нің 3 дәрежесі жетпей тұр ғой. Соны береміз, ортақ бөлім. Мынаған ештеңе бермейміз. 2-нің 3 дәрежесі ол қанша? Ол 8 көбейтілген 2-нің x дәрежесі қосылған 2-нің x дәрежесі. Сонда ары қарай не болып жатыр? Қарайық. Мынау бізде 3 көбейтілген 3-тің x дәрежесінен 3-тің x дәрежесін алған кезде не қылады? 2 көбейтілген 3-тің x дәрежесі. Осы жерде көбісі не болып кетті деп сұрақ қалады, менде сұрақ беріп отырыңыздар. Енді мынандай нәрсе ғой, мынау бізде мынандай нәрсе. 3a минус a деген сияқты нәрсе ғой. Мынау 3-тің x дәрежесі бар нәрсе, ол 3-ке 3 екеуі мүлдем бөлек нәрселер. 3a-дан a алған кезде не қалады? 2a қалады ғой, дәл сондай нәрсе мынау. Бөлінген 3-тің 11 дәрежесі. Мына жақта не болады? То есть 8a мен a қосқанда не болады? 9a ғой, яғни мен 9 көбейтілген 2-нің x дәрежесі жазам. Бөлінген 2-нің 12 дәрежесі. Енді не болып жатыр? Дәл жаңағыдай нәрсеге келтірем. Мына 3-тің x дәрежесіне мына 2-нің x дәрежесін астына алып келем, бөліп. Сонда не болып жатыр? Так. 3-тің x дәрежесін бөлемін неге? 2-нің x дәрежесіне. Болды. Бізге x-тердің барлығы мына жақта тұр. Енді сонда мына 3-тің 11 дәрежесін істейді мына жаққа? Керісінше не болып? Көбейтіліп барады. Яғни 3-тің 11 дәрежесі. Так. Мынау не болып барады? 9 бар, қасында көбейтілген 9 жазып қояйық. Бөлінген. А мына 2 бөлінген 2 болып, мына 2-нің 12 дәрежесіне келеді. Яғни сандар бір жаққа кетті, x-тер бір жаққа кетті. Байқасаңыздар, мынау екеуі бірдей ғой. Сондықтан мен не істеймін? Былайынан жаза саламын. Үлкен. Қараңыздар, мынау
9 деген о не? Ол 3-тің квадраты. 3 пен 3 көбейтілді, дәрежелер не істейді? Қосылады. Яғни 3-тің 13 дәрежесі бөлінген. Мынау 2-нің 1 дәрежесі 2-нің 12 дәрежесімен көбейтілген кезде не істейді? Дәл солай қосылады 2-нің 13 дәрежесі. Бұл не деген сөз? Дәл мына сияқты біз мынаны қалай жазсақ болады? 3 бөлінген 2-нің қанша дәрежесі? 13 дәрежесі. Өйткені дәреже екеуінде де бірдей. Ал енді бізге керегі де осы еді. Мына екеуін не істеу керек бізге? Қысқартып жіберу керек. 3-тен 2 деген бірден кіші емес. Ойлап қалмаңыздар, бұл 1-ден 1,5 деген бірден үлкен сан ғой. Сондықтан таңба не істейді бізде? Өзгермейді. Есептің жауабы мынау тұр. Немесе оны қалай жазуға болады? 13-тен плюс шексіздікке дейін есептің жауабы. Міне осындай түрде ұбт-да келген екен. Осы жерден сұрақтарыңыз бар ма? Басым ауырып кетті дейді. Иә, келсем, кішкене басты ауыртатын есеп тұр екен бұл. Неліктен басыңыз ауырады? Мен түсіндіріп жібере салайын. Мысалға, бір адам тренажерный залға барғысы келеді. Иә, өзімен не істеуге? Денесін шығару үшін деген сияқты өзінің өмірін өзгертемін деп неге барады? Тренажерный залға барады. Бірінші күн барады. Бірінші барған кезде оның, білесіз, иә, бүкіл денесі ауырады. Неге? Өйткені ол күнде істеп жүрген жоқ қой оны. Сонымен бірінші күн ауырады, үйінде жатады. Сонымен біраз уақыттан қайтадан барады. Тағы да ауырып жатады. Қайтадан барады. Сонымен ол ауру не істейді? Уақыт өте келеді, жоқ болып кетеді, ол мүлдем ауырмайтын болады. Неліктен? Өйткені ол нәрсені тиянақты уақыт сайын істеп отырғандықтан. Сіздің басыңыз не үшін ауырып кетті? Сіз мынандай есепті бірінші рет көріп тұрсыз. Яғни күнде бұл есептер, бұндай сияқты есептерді шығарып жүрген жоқсыз деген сөз. Сол үшін ол бас ауырады. Мысалы, мен де мүлдем өмірімде көрмеген есепті шығаратын болсам, менің де басым ауырып кетеді. Не үшін? Өйткені біздің ағзамыз солай етіп жаратылған. Дерзкий дейді, дерзкий деп айтса да болады. Так. Жақсы, онда мен келесі есептерге көшейін. Енді мына есептің мен кішкентай түрін, графикасын шығарып көрсете салайын сізге. 3-тің x минус 3 дәрежесі, бұл да ортада келген. Мынадан оңай тұр енді. Түріне қараңыз, оңай бұл. Кіші нөлден. Не істейміз? Мына жаққа жібере салайын. Сонымен не істеймін енді? Мына 2-ні мынаған былай бөле салуға болады. 2-нің дәрежесі бірдей ғой. Былай жазамыз. X минус 3 бөлінген 2-нің x минус 3 дәрежесі. Ана жерде біз білеміз, мына 1-мен көбейтіліп тұр ғой. Мына жерде 1 қалды. Сонда не болады? 1 деген ол біз білеміз, кез келген санның несі? 0 дәрежесі. Ал мына екеуі дәрежесі бірдей. То есть 2-ден 3-тің x минус 3 дәрежесі кіші 2-ден 3-тің 0 дәрежесінен. Екеуі қысқарады. 2-ден 3 деген бірден үлкен сан. Сонда x минус 3 кіші 0-ден, яғни x кіші 3-тен. Есептің жауабы минус шексіздіктен 3-ке дейін. Мына есеп енді осыны кішкене күрделірек қылып берген, көбірек қылып көбейтіп берген. Ал мынау оңай, бірден былайына шығара салуға болады. Түсінікті ғой, онда мен келесі ұбт-да келген есептің түріне көшкім келіп тұр. Ол қандай екен? Ол мынандай дейді. Бет толтырып тастадық қой, біз 19-20 ма? Бір қиын деп айта алмаймын, бірақ сонда да бұл басқаша да кішкене берілгені. 5-тің 3 дәрежесі минус x деп берілген. Минус 30 кіші немесе тең 0. Ағай, 4 айдың ішінде толық математиканы біліп алсам мүмкін бе дейді? Мүмкін. Мынандай есеп.
Қараймыз. Так, не болып жатыр? Минус деген біз құртуымыз керек. Сонда ол 5-тің x дәрежесі қосылған 5-тің кубы, иә? 5-тің 3 дәрежесі. Минус деген сөз бөлінген 5-тің x дәрежесі. Бізге мына 5-тің x дәрежесі деген нәрсе керек болып тұр. Сондықтан оны минус деген нәрсені біз былайынан жазып жібереміз. Ал енді қараңыздар не болып жатыр? 5-тің x дәрежесі 5-тің x дәрежесі минус 30. Енді бізге мынандай бөлшекпен келеді ғой. Сол кезде мына 5-тің x дәрежесін енді бізге оңай болады. А деп па, Т деп па белгілеп алған. Сонда не болып жатыр қараңыздар? Біздің есеп мынандай екен да сонда. А қосылған 5-тің кубы ол 125 қой. 125 бөлінген А минус 30 деген есеп екен мынау. Онда не істейміз? Біз ортақ бөлім береміз бұндай есептерде. Бірақ алдында мен теңсіздіктерді айтқан кезде естеріңізде болсын. Естеріңізде қалды ма, қалмады мен білмеймін. Ортақ бөлім береміз. А болады. Ортақ бөлім. Мынаған да Адан береміз. Мынаған да А береміз. Мынаған бермейміз. Сонда мына ортақ бөлімді А-ны тастап кетуге болмайды. Есте сақтаймыз. Мен А мен А көбейтіледі. А квадрат минус 30А минус 30А так плюс 125. Ал бұл есеппен таныс шығармыз. Үстінде дискриминант, астында А-ның өзі тұр. Өте оңай болады. Ары қарай дискриминант шығарамын. Дискриминант болғанда не жерде ветпен де шығара салуға болатын сияқты, көріп тұрсыздар, иә? Немен не болады мына жерден? Мына жерден шығаратын болсақ, ол 25 пен 5 екенін бірден түсінуге болады екен. Неге? Өйткені 25-тен 5-ті көбейтсек 25, екеуін қоссақ минус 30-ға кері таңба плюс 30 шығады. Ал мынаны нөлге теңестірсек не болады? 0 болады. Енді осы 3 санды не істеуіміз керек? Интервалдарға салуымыз керек. Интервалға салам мен енді қазір. Так. 3 санды салуымыз керек. Түсінікті ма? Ең кішкентайы 0. 0-ды біз не істейміз? Боямаймыз. Неліктен? Өйткені ол бөлшектің астында бөлімде тұр. Одан кейін 5 пен 25-ті енді бояуға болады. Так, не болады ары қарай? Таңбаларын біз білеміз, е? Плюс, минус, плюс, минус. Сонда не болып жатыр? Кіші деген таңба тұр мына жерде, байқап тұрсыздар. Кіші деген сөз қай аралықтарды? Минус аралықтарды аламыз. Ал мына аралықтар. Мен тақырыпта басында түсіндіріп жатқан кезде сіздерге мынандай ақпарат айттым. Бізге минус аралықтар 0 деген сандар керек емес. Өйткені мына көрсеткіштік теңсіздік функциялар ешқашан 0-ге де минус сандарға да тең бола алмайды. Яғни мына аралық бізге мүлдем керек емес. Не керек? Мына аралық керек. Мен сіздерге айттым. Егер екеуі де 2 сан болса және сол екеуінің арасында болса, онда біз не істейміз? Мына 5х-ті бірден осы екеуіне теңестіре саламыз. Бағана айтқан нәрсе. Яғни бірінші 5-тің x дәрежесін кімге теңестірем? 5-ке теңестіреді екен. Ол 1 дәреже. Есептің бір ұшы шықты, ол 1. Екіншісінде 25-ке 5-тің x дәрежесін теңестіре салам. Ол 5-тің квадраты. 5 пен 5 қысқарды. Екінші ұшы не екен? 2 екен. Яғни есептің жауабы осы 1 мен 2-нің арасы және қалай жақша тік. 1 мен 2-нің арасы. Бұл есеп түсінікті ғой? Сұрақ бар болса айтыңыздар есепке байланысты, болмаса осыған ұқсас тағы біреуін көрсете салайын. Жақсы, сұрақ жоқ сияқты. Осыған ұқсас болғанда енді қатты ұқсайды деп айтамын, енді мағынасы шамамен осындай бір есеп бар ұбт-да. Ол қандай? Ол мынандай есеп. 2-нің x минус 1 дәрежесі минус 1 бөлінген 2-нің x плюс 1 дәрежесі плюс 1 кіші нөлден деген есеп берілген екен. Ал қараймыз не болады? Біз бірінші ана минус 1 плюс 1 деген нәрседен құлайық. Сол кезде уже ары қарай түсінікті болады не болатын. 2-нің x дәрежесі минус 1 деген ол бөлінген деген сөз. 2-ге минус 1
мына жақта бөлімінде 2-нің x дәрежесі плюс 1 деген ол көбейтілген 2 қосылған 1 кіші 0-ден. Ал енді біз түсініп тұрмыз, 2-нің x дәрежесін бізге мынау сияқты не қойған дұрыс болады? Айнымалы қылып енгізіп жіберсек, бізге есеп ыңғайлырақ болады. Мына 2-нің x дәрежесімен де жүре беруге болады ары қарай, бірақ ол кішкене бір қайта жазғанға ыңғайсыз да, сондықтан т деп алып кете береміз. Сонда не болып жатыр бізде есеп? Т бөлінген 2 минус 1 тағы да бөлшек 2t плюс 1 болып жатыр. Енді ары қарай енді түсінікті деп ойлаймын. Мына ортақ бөлім беремін мынаған. Сонда не болып жатыр жоғарыда? Т минус 2 бөлінген т, 2, то есть, и бөлінген мынау. Енді бөлшек бөлген кезде мынау не істейді? Мынаның қасына келе салады, былайынан. Мен түсіндіріп жатудың қажеті жоқ шығар. Мынау бөлуді көбейтуге айналдырған кезде былай ауысады, 2t плюс 1 бөлінген болады да, 2-нің қасына келеді, мына жердегі астындағы. Соны бізде теңсіздік мынандай түрге ауысты. Енді түсінікті, бұл кәдімгі біз өзіміз білетін оңай теңсіздік. Т минус 2-ні 0-ге теңестірсек, одан не шығады? 2 деген сан шығады. 2t плюс 1-ді 0-ге теңестірген кезде мына плюс 1 ол минус 1 и 2-ге бөлеміз, минус 2-ден 1 деген сан шығады. Осы екі санды не істейміз біз? Интервалдар әдісіне салып, ары қарай шығарамыз есепті. Сонда қараңыздар, не отыр? Минус 2-ден 1. Так, минус 2-ден 1. Және 2 деген сан. Плюс, минус, плюс. Таңбағандай? Кіші. Кіші деген сөз, мына екі санның аралығы деген сөз. Енді қараңыздар, мынандай жағдай бізде әлі болған жоқ. Мін осындай жағдайдың болған қандай есепте бар екен деп ойланып отырмын. Мін өзі де келді. Біреу оң сан, біреу теріс сан. Мен сіздерге айттым. Ешқандай көрсеткіштік функция минус санға тең болмайды. Сонда бізде не қалып тұр? 2-ден мына аралық былай қарай кетіп тұр ғой. Ол нені білдіреді? Кіші дегенді білдіреді. Бағана ғана айттым. Т кіші 2-ден дегенді білдіреді болды. Яғни өйткені мынау сан не болып кетті? Жоқ болып кетті. Сонда мынау 2-нің өзі ғана алып кетті. Т кіші 2-ден. 2 деген не ол? Т деген не? Ол 2-нің x дәрежесі. Кіші 2-ден 1 дәреже, 2 мен 2 қысқарды, x кіші болады 1-ден. Сонда есептің жауабы не болады? Минус шексіздіктен 1-ге дейін. Минус 1 мен 1 дейді. Мына минус санға тең болмайды, осы сіз қалай минус 1-ді шығарып жібердіңіз, мен түсінбедім. Сұрақтарыңыз бар ма осы жерден, осы есепке байланысты? Қалай 2t болып кетті? Мен сол сұрақты қоятын шығар деп отырмын. Мына жерді мен былай подробно түсіндіріп жіберейінші. Мына жер не болып кеткен? Мына бөлшектің үстінде не шығып жатыр? Ортақ бөлім берген кезде t минус 2 бөлінген 2 тұр. Оның астында не тұр? Мынау тұр. Мына астында не тұр? 2t плюс 1 тұр. Бөлініп. Енді бұны бөлуді көбейтуге айналдырған кезде не болады мынау? Бір бөлінген болады оны. Біз мына нәрсені мынаған бөлейін деп жатырмыз. Яғни мына нәрсе не ол жақ? Ол оның өзі t минус 2 бөлінген 2 ортақ бөліміміз мынандай болды. Соны біз мына нәрсеге бөлеміз. Мынандай 2t плюс 1 деген нәрсеге бөлеміз. 2t бөлемізді, бөлуді не істейміз? Көбейтуге айналдырған кезде не болады? Бір бөлінген болады, оны білесіздер. Сонда мынау 2t плюс 1 деген 2-нің қасына жай ғана келе салады. Яғни 2 көбейтілген 2t плюс 1 бола салады. Сол үшін. Или жаттап алсаңыз болады, мысалға 3-тен 1 бөлінген 4 болса, онда 4 мына 3-тің қасына келе салады да, не болады? 12-ден 1 болады. Деген сияқты. Тамам, сізге көрінбей қалды ма? Кешіріңіздер, мына жерде сіздерге не көрініп тұр, не көрінбей тұр. Көрінбей қалған екен ол жақта. Так, мына мынандай нәрсе ғой, мына 3-тен 1 бөлінген 4 болса. Енді 4 деген не болады? Мына 4 3-нің қасына келеді де 12-ден 1 болады. Осындай сияқты нәрсе ғой.
Сұрақ бар ма осы тағы да осыдан басқа? Болды, түсіндім дейді. Жақсы, түсінсеңіздер өте жақсы. Так, мен енді тағы да қарап отырмын. ұбт-да келген бүкіл қиынау деген есептердің бәрін түсіндірген сияқты болып тұрмын. Бүкіл түрлерін айтқан сияқтымын қазір. Жарайды, ең соңында тағы бір есепті айта салайын. Тағы бір есеп айта салайын. Мына бізде парақ бітіп қалған екен ғой. Парақ бітіп қалған екен. Қазір мен жаңадан бір парақ ашайын. Сосын ары қарай көреміз не болады, қалай болады. Қазір кішкене бір 5-10 секунд күте тұрыңыздар. Келесі. Енді ағасын көрсетеріңізші дейді. Ағасын ағасын көрсетейін ал. Мына нешінші мысал еді, жаңа ұмытып қалдым. Ағай маған сәлем жолдаңызшы. Сәлем. Радио отқан сияқты болып тұрсыз ғой сіз. Жиырма бір ма? Жақсы, рахмет. Так, 21-ші мысал. Жиырма екі дейді ғой. Не кетті? 22 ма, 21 ма? Мынандай есеп дейді. 1 бөлінген 3-тің x минус 1 дәрежесі қосылған 1 бөлінген 3-тің x плюс 1 дәрежесі кіші немесе тең 10-нан теңсіздігін шешіңіз. Қалай шешеміз? Біз не істейміз? Бірден минус 1, плюс 1 деген кедергі жасап тұрған нәрселердің бәрін алып тастаймыз. Бізде 3x-тің өзі қалу керек. Сонда не істейтініміз түсінікті болады. 1 бөлінген, мына бөлшекті кішкене ұзындау қылсам, не болып жатыр астында? 3-тің x дәрежесі бөлінген 3 болып жатыр. Минус 1 деген. Қосылған, мына жақта не болып жатыр? 1 бөлінген. Бұл жақта енді керісінше 3-тің x дәрежесі көбейтіліп тұр қаншаға? 3-ке. Пробныйда келіп жүрген есептер, барлығы мен ұбт-дан алғам. Енді қараңыз, мына жерде бөлу ғой. Мына бөлуді көбейтуге айналдырған кезде не істейді? Мына 3 мында кетіп қалады. Оны мен қайтадан жаңа ғана түсіндірген сияқтымын. 3 бөлінген 3-тің x дәрежесі болады мына жақта. Қосылған мына жақта 1 бөлінген 3 көбейтілген 3-тің x дәрежесі кіші немесе тең 10-нан. Енді әрі қарай бізге есепті не істеуге ыңғайлы болады. Мына 3x деген нәрсені басқа бір әріппен оңайлау әріппен белгілей салған дұрыс. Мен көбіне т деген әріпті қолданамын. Т дей салайық, сонда не болады? Біздің есеп мынандай түрге келеді екен. 3 бөлінген т қосылған 1 бөлінген 3т деген. Кіші немесе тең не болады? 10-нан болады. Ары қарай не істейміз? Ортақ бөлім, бұл кәдімгі оңай теңсіздік қой. 10-ның астында 1 бар. Сонда ортақ бөлім не болады? 3т-ның өзі болады. Мына 10-ды мына қасына алып келеді, мына жақта минус 10 деп бірден жаза салайын, 0 болады мына жақта. Так, ортақ бөлім не болады? 3т болады. Так, сонда мынаған қанша берем мен? 3 берем, мынаған берілмейді, мынаған 3т-ның барлығын берем. Сонда не болады мына жерде? Так, жарайды, мен мынаны пока бүйтіп жаза салайыншы. Асықпастан. Мына жақта 9 қосылған 1 жоғарыда, қосылған 1, 10 деп жаза салайын, жарайды. 10 болды. Енді мынаған ортақ бөлім берсек, сонда бірден 3-тіні былайын жазсақ, 10 азайтылған не болады екен? 3т. Мынандай болады екен. 3 қайда қалды дейді? Қайсы 3? Ешқандай 3-ті қалдырған жоқпын ғой, бәрін алып жүрмін ғой. 3 тұр, мына 3 мында кетті, мына 3 мына жерде тұр. Әлі алып жүрмін, ешқандай нені қалдырған жоқпын. Сонда, енді не істейміз?
мына т-ның алдында минус тұр ғой, сондықтан мен оны қазір өзгертіп аламын. 3t минус 10 деп. Бөлінген 3t. 10-ды қайда? Мына жерде 30-ты ғой, кешіңіздер. Ойбой, мына жерде сәл қалды. 3-ті мен 10-ды көбейткенде не болады? 30-ты болады. Алдындағы 3 дейсіз ба? Мына 3 ба? Мына 3 сұрап отырсыз ба? Ол 3 минут тұр ғой. 3 тұр ғой мына жерде. Мына 3x не болып кетті? Ол t болып кетті. Мынау 3x пен мынау бізде t. Яғни ол міне тұр t және міне тұр t. Ал мына 3 ол онсыз да мына жерде тұр. Ана 3 ол мына жақта тұр. 30-ты болады. Мен кешіріңіздер, 3-ті мен 10-ды көбейткенде 3-ті деп жазып қойдым ғой. Қателесіп. 30-ты болады. Сонда мына жерде 30-ты минус 10 кіші немесе тең 0-ден болады. Сонда қараңыздар. Т-ны 0-ге теңестіреміз. 3-ті 0-ге теңестірсең 0 болады. 30-ты минус 10-ды теңестіргенде 10 бөлінген 30. Бұдан не шығады? 3-тен 1 деген сан шығады. Ал мына жерде қазір кішкене қызық болады, қараңыздар. Бағана айтқан нәрсе. Ұмытып қалдыңыздар ма, білмеймін. Екі санды белгілейміз. Енді 0-ге мен қандай жақша қоямын? Әрине, бұны боямаймыз. Өйткені ол бөлшектің бөлімінде тұр. Сол нәрсені байқаңыздар. Одан кейін не тұр? 3-тен 1 деген сан тұр. Оны ол бөлшектің алымында тұр ғой. Сондықтан оны бояуға болады. Таңба плюс, минус, плюс. Кіші деп тұр. Кіші деген сөз минус аралықты ал деген сөз. Таңба ауыспай ма дейді. Біз таңбаны ауыстырған жоқпыз ба не жерде? Мен ауысады деп айтып ауыстырмай кетіппіз ғой мына жерде. Мына жерде қараңыздар. Мына таңба бізде не істейді? Ауысады. Айтқандарыңыз дұрыс болды, ұмытып кетіппіз ғой. Қараңыздар, мына жерде 10 минус 3-ті еді, 30-ты еді ғой. Соны біз 30-ты минус 10 болғандықтан таңба не істейді енді? Үлкен деп өзгереді. Сондықтан мына жерде біз қай аралықты? Мына аралықты боямайды екенбіз. Мына жерде мына аралық дұрыс емес. Енді бізде таңба не істейді? Өзгеріп кетті ғой. Сондықтан қай аралық алынады енді? Мына минусты аралық біз алмайды екенбіз. Таңба өзгерді ғой. Мына жерге ұмытып кетіппіз. 3-тен 1 қалай шықты? 3-тен 1 деген былай шықты, қараңыздар. Мына 30-ты минус 10 дегенді біз 0-ге теңестіріп жатырмыз ғой, әрқайсысын жеке-жеке. Сонда 30-ты не болып жатыр? 10-ға тең болып жатыр. Енді t-ны табу үшін біз 10-ды не істейміз? 30-ға бөлеміз. Осы жерден екеуі қысқарған кезде 10-ға не болады? 3-тен 1 осы жерден шығып жатыр. Тағына таңбаның ауысатынын түсінікті ғой, ұмытып кетіппіз мына жерде, сәл қалып бізде. Есепті қате шығарып қоятын едік. Сонда не деген сөз ол? Үлкен аралық, плюс аралықтарды боя деген сөз. Мына жерде де боямыз. Сонда мен бағана айттым, естеріңізде болса, бізде көрсеткіштік функция ешқашан 0-ге де тең боламайды, одан кіші де боламайды. Керек емес. Мына аралық керек. Мынау не деген сөз? Мынау t 3-тен 1-ден плюс x-ке дейін кетіп жатыр деген сөз. T үлкен деген сөз 3-тен 1-ден. Былай қарай боялып отыр ғой. Егер мынау былай қарай болғанда, солға қарай болса, t кіші 3-тен 1-де болады. Болды, t деген 3-тен 1-ден үлкен. Ол бізде 3-тің x дәрежесі. Ол 3-тің минус 1 дәрежесі. Қысқарды, таңба өзгермейді. Есептің жауабы не болады? Минус 1-ден плюс шексіздікке дейін. Яғни минус 1-ді белгілейміз. Ары қарай шексіздік. Міне. Мынау жаңағы есептен кішкене күрделірек берген. Видеоны әрине сақталады. Бұйырса мен ертең ол видеоны группаға жіктеп қоямын. Группаны сіздер білесіздер деп ойлаймын мен. Қандай екенін әлде білмейсіздер ма? Қазір мен жерге жаза салайын. Группаның несін. Сілтемесін жаза салайын. Білмейтін оқушылар болатын болса мүмкін. Не қолар шығар. Міне, группаның
сілтемесі. Интерге бүйтіп қоясыздар. Көрінді ғой, тік жақша. Ой, тік жақша ғой, иә, дұрыс айтасыздар. Біз кетіп баратынбыз ғой, мына. Соңына қарай бәрін мен де шашаған сияқтымын. Мына тік жақша тұр ғой. Сондықтан 3-тен 1-де бізде тік қой. Боялып тұр ғой. Тік болады, онда тік болады. Есептің жауабы тік жақша минус 1-ден дұрыс. Қалай тік жақша болады? Дұрыс, тік жақша болады, иә. Өйткені тең бар ғой. Есептің берілгенде басында тең бар. Тең бар. Одан кейін 3-тен 1 деген ол бөлшектің алымынан шықты. Алымынан бізде әрқашан не? Боялады, тең қойылады. Ал 0-ге ол бәрібір қоймайды, өйткені бөлшектің бөлігінде шықты. Ал енді сұрақтарыңызды қойыңыздар. Сабаққа қатысты емес. Сұрақтарыңызды қоя берсеңіздер болады. Не бұл мынау дейді. Мақсат Бекмағамбет дейді. Ол кісі енді қосып тұр ма? Түсінбедім. Не қуып отырсыңдар дейді. Бұл кісі. Бөтен алдын қойлар не жүр мына жерде? Осындай сабақтар қай күндері болады, тағы бола ма дейді. Так, тригонометрия сабақ қашан шығарасыз? Қалай шықты аға дейді. 30. Әлі 30-та минус 10-да жүрміз ғой бізде. Мына жерде түсінбей қалған оқушылар бар екен. Мына жер ма? Сұрақ мына жерде қойып тұр ғой, иә? Қазір. Мына жерге байланысты қойып тұрсыз ба? Мынау қайдан шықты деп? Мына 3-тіға, мына 10-ға біз ортақ бөлім бердік қой. 10-ға 3-тіні көбейткен кезде міне 30-та. 10 минус 30-та осы жерден шықты. Қазір мен жауап беремін. Бірінші мына сұраққа жауап берейік. 10 минус 30-та болған екен, тінің алдында минус болған кезде біз білеміз де өзгертіп аламыз. 30-та минус 10-ға өзгерттік. Ағай, 10 минус 30-та болады. Дұрыс, 10 минус 30-та болады, оған ешқандай мен нем жоқ қой. Енді мына тінің алдында минус болған кезде мен оны плюс қылып аламын әрқашан. Солай дұрыс болады. Неге? Өйткені әрқашанда мен плюс минус плюс деп жазамын ғой. Не үшін? Өйткені тылардың алдындағы таңба маған ең бастысы плюс болса болды. Сол үшін. Енді сол 30-та минус 10 деп өзгерткенім үшін мына жерде таңба кіші еді ғой. Сол үлкен немесе тең деп өзгереді мына жерде. Өзгерді деген сөз, яғни енді мен плюс аралықтарды бояймын деген сөз. Мен жаңа минус аралықты бөліп бояп қойдым. Өйткені мына жерде өзгертуді ұмытып кеттім. Үлкен деп боядық. Мына жерде мынау 3-тен 1 бізде алынады. Иә, тең тұр өйткені. Тік жақша болса онда мына жерде де тік жақша, мына жерде де, яғни есептің жауабында тік жақша болып кетеді деген сөз. Келесі сұрақ, осындай сабақтар қай күндері болады, тағы бола ма дейді. Енді сіз жаңағы мына мен жазған группаға кіріңіз. Сол жерден бүкіл мен күнде жазып отырам. Енді бізде тағы бір сабақ қалды. Ол логарифмдік теңсіздіктер. Мен жалпы теңсіздіктер деген тақырыптарды қазір өтіп жатырмын. ұбт-да 5-6 есеп келеді теңсіздіктерге байланысты, сондықтан сіздердің балдарыңызды 7-8 балға көтеру үшін мен барлық есептерді почти түсіндіріп шықтым. Енді бізде бір сабақ қалды. Логарифмдік теңсіздіктер, соны өтеміз. Оны білмеймін қай күні өтетінімді. Дүйсенбі немесе сейсенбі күні өтетін шығармыз. Одан кейін ары қарай мен сабақ өтуді жалғастырамын. Ары қарай біздің келесі тақырыбымыз тригонометрия, одан кейін логарифм, одан кейін солай кете береді. Функция, вектор, алғаш функция, туымды, түзудің теңдеуі, шеңбердегі, яғни тақырып өте көп. Ол ары қарай енді курс ақылы түрде жүреді. Мен ол курсқа адамдарды қабылдауды бастаймын. Біз мына теңсіздіктерді бітірейік алдымен. Содан кейін ары қарай ақылы түрде өтеміз. Иә дейді. Түсінікті ғой, сұрағыңызға жауап бердім деп ойлаймын. Жақсы, сіздерге де рахмет. Сабақты қарап, қолдап, сұрақ қойып отырғандарыңызға. Өйткені сіздер сұрақ қойсаңыздар, ол басқа оқушыларға көмекті. Курс тегін емес, мен ақылы деп айтып отырмын ғой. Яғни платный болады. Көп рахмет. Бітті ме ағай дейді. Біттік. Барлық есептердің түрлерін қарастырып шықтық. Сабақты мен ертең қоям группаға.
Бағасы енді мен мына логарифмдік теңсіздіктерді бітірейін, сол кезде нақты айтамын қандай болатынын. Бағасының примерно қандай бағасын айта салайын, шамамен қандай немен нең арасында болатынын. Бағасы 7.000 мен 10.000 немесе 9.000-ның арасында болады. Осы екеуінің арасында примерно. Үй жұмысын қашан саласыз? Сол видеомен бірге саламын. Курста геометрияны қарастырасыз ба дейді. Бізде ең соңғы курсымыз геометрия болады. Оған біз оның алдында алгебраны бітіреміз. 1-2-3 айда. Одан кейін 1 ай толықтай геометрияға арналады. Сосын сол геометрияның есептерін шығарамыз. Мен 10 деп едім. Енді бүгін 9 деп жазып жібердім. Енді кішкене не деген сөз, ол жақсы емес па? 10-15 болғаннан 10 болғаннан 9 деп жазған дұрыс емес па деймін да сіздер үшін. Енді осы екеуінің аралығында болады. Енді нақты қанша болатынын мен өзім айтамын. Айына төлейміз ғой дейді. Айына болады. Қанша жас сізге дейді. Менің жасым қазір 3-тің кубына келіппін. Бұйырса енді одан да асып кетеміз. Сабақ қашан болады тағы дейді. Мен айттым, сабақ келесі сабақ қашан болатынын, мына группаға кірсеңіздер, сол жерден мен жазып отырамын. Мына күні сағат мынаншада деген сияқты. Сабақ жақсы өтті, рахмет дейді. Оқасы жоқ, сіздерге пайдасы тисе ең бастысы. Демек, менің өзім мақсатымда орындалды деген сөз. Тағы қашан сабақ дейді. Қайта сұрай бердіңіз ғой. Қанша есеп үй жұмысы дейді. Үй жұмысы үй жұмысы мен қазір көре салайыншы қанша болатынын. Қанша есеп екенін бірден айта салайын. Жалпы 75 есеп бар екен. 75 есептің мен сол есептердің ішінен біраз есепті жаңа шығарып көрсеттім, ОБД-да келген. Сонда сіздерге шығару үшін 50 есепте қалды ғой примерно. 50-ден көп. Үй жұмысының шыны керек мен сіздерден кешірім сұраймын сол нәрсе үшін. Мен үй жұмысының есептерін барлығын жинақтап, бірақ оның кейбір есептердің даже варианттарын да жазып үлгермей жатырмын. Жауабы түгілі. Жауаптарын барлығын кейінірек шығаруға тырысамын, жауабын, варианттарын бәрін жазуға. Бірақ қазірше сіздерге тек есептің берілгендерін және оның нұсқаларын ғана беріп отырмын. Жауаптары жоқ болып тұр, сол үшін кешіріңіздер. Жақсы, басқа сұрақтарыңыз жоқ болса, осымен біз аяқтаймыз бүгінгі сабағымызды. Келесі сабаққа аман-есен жетіп, жақсы көңіл күйде қайтадан қауышамыз деген ойдамын. Сау болыңыздар. Сосын сіздерден өтініш, достарыңызбен бөлісіп, математика таңдап жүрген тағы басқа достарыңыз болса, сол кісілерге осы сабақтарды қарап, сәл де болсын біраз математика деген қызығушылықтары артуы мүмкін деп ойлаймын. Өйткені есеп түсіндіру барлығы оңай болып жатқандықтан, ары қарай қызығып кетуі мүмкін олар. Оларға да көмегіңіз тиген болып саналады, яғни сіз де сауапқа кенеліп қаласыз егер айтсаңыз. Ал мен өшірдім. Сау болыңыздар.